трактордың құжаты. Осындай менікі документтерімді жасап берді. Рахмет. Ризамын бәріне. Мен Рахметов Жанарбек Кәдебекұлы. Осы Аягөз ауданының кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бас маман инспекторы болып 2010 жылдың қараша айынан бастап қызмет істеп келе жатырмын. Негізгі міндетім халыққа мемлекеттік қызмет көрсету. Біздің техникалық инспекция саласынан 4 мемлекеттік қызмет көрсетіледі. Айта кететін болсақ, бірінші тракторларды, олардың базасында жасалған механизмдер мен шассилер, ауыл шаруашылығы техникалары, сондай-ақ жол құрылыс, мелиорациялық техникаларды тіркеу, қайта тіркеу. Бұл қағидалар ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы 267 бұйрығымен бекітілген. Келесі көрсетілетін мемлекеттік қызмет осы техникалардың, тракторлердің, ауыл шаруашылығы техникаларының, өздігінен жүретін машиналардың кепілін тіркеу. Бұл жаңағы ауыл шаруашылығы министрінің 268 бұйрығымен бекітілген қағидалар болып есептелген. Одан кейін осы тракторларды, механизмдер мен машиналарды, ауыл шаруашылығы техникаларын, жол құрылыс техникаларын техникалық қарап тексеруден өткізу. Бұл ауыл шаруашылығы министрінің 269 жылы бұйрығымен бекітілген. Ендігі төртінші көрсетілетін мемлекеттік қызмет осы тракторларды, ауыл шаруашылығы техникаларын, жол құрылыс машиналарын, өздігінен жүретін машиналарды, жүріп өту мүмкіндігі жоғары техникаларды басқаруға куәліктер беру. Бұл да жаңағы ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы 270 бұйрығымен бекітілген. Осы 4 мемлекеттік қызметті халыққа көрсетеміз. Бұның енді осы қызмет істеп жүргеніме міне 6 жылдан 7 жылға кетіп барады. Бұғынға дейін осы Аягөз ауданының автомектебінде ұстаз болып істедім, инструктор болып істедім, және де сол мекемеде автомобильдерді техникалық байқаудан өткізу орталығының бастығы болып қызмет атқардым. Содан 2010 жылдың қараша айында осы қызметке ауыстым. Енді біздің атқарылатын қызмет уақытында көрсетіледі. Ешқандай жаңағы көрсетілген мерзімінің өтіп кетуі деген болмайды. Уақытында қызметті көрсетеміз, халыққа ашық, сапалы түрде қызмет көрсетіп отырмыз.